Digital Казахстан. Жаңа замандағы білім беру. Алматылық ұстаздар осы тақырыпта өткен тамыз саммитінде бас қосты. Жиында цифрлық трендтерді басқару, сандық сауаттылық, жасанды интеллект пен цифрлық мұғалімге қатысты пікір алмасты. Жалпы Алматыда орта білім беретін мектептерде 25 мыңға жуық педагог дәріс береді. Білім саласын цифрлық технологиясыз елестету мүмкін емес. Жаңа трендтер мұғалімнің еңбегін жеңілдете түсті. Мәселен, қазір бұрынғыдай сағаттап дәптер тексеріп отырудың қажеті жоқ. Оны бірнеше секунд ішінде жасанды интеллект атқарады. Қазір білім саласын цифрлық жүйесіз елестете алмаймыз. Мәселен, жасанды интеллект дәптерді тексеріп, бақылау жұмыстарының қатесін анықтап, бағасын қойып береді. Ал оқытушы өз уақытын білімін жетілдіруге жұмсай алады. Цифрлық мұғалім жобасын жүзеге асыруға алматылық ұстаздар дайынбыз. Бұл әсіресе баланың қосымша білім алуына, үлгерімін жақсартуға көмектеседі дейді. Жоба жұмысын жасайды. Сол негізінде, яғни бала ауызекі тілін дамытады. Сонымен қатар, ол тек қана мұғалімнің ғана сөйлегенін ғана естіп қана қоймай, ол нағыз жаңағы носитель языка дейміз ғой, соны тыңдап отырады. Топ IQ KZ платформасы арқылы жеңіл портфель жобасы сәтті енгізілді. Цифрлық оқулықтар келгелі мектеп сөмкесі де жеңілдей түсті. Алдағы жоспар тіптен ауқымды. Сингапурдан келген әріптестеріміздің де ой пікірлерін бөлісіп жатырмыз. Жақында ғана Сауд Арабиясымен де осы жасанды интеллекттің платформасын енгізу бойынша келісімге келдік. Олар біздің Алматы қаласындағы 3 бірдей мектебімізге тегін өздерінің платформаларын жасанды интеллект бойынша тәжірибеден өткізетін болды. Оған қоса қала әкімі Ерболат Досаевтың бастамасымен осы оқу жылы басталысымен жасанды интеллект саласында веб қосымша әзірлеушілерді даярлаудың 12 апталық арнайы бағдарламасы іске қосылады. Қарлығаш Қайпекова, Валентин Лабанов, Хабар, Алматыдан.